STV Channel. Assalamualaikum, armысыздар STV Channel әмбебаптың YouTube арнасының тұрақты көрермендері. Біз сіздердің ұсыныстарыңыз бойынша бүгін Түркістан қаласындағы қақпа базарына келдік. Біздің комментарийда тыңдармандарымыз вороталардың, яғни қақпалардың, темір қақпалардың бағасын көрсетіңізші арнаңыздан деп сұраныс жасағандықтан біз комментарийдағы оқырмандарымыздың жазған комментарийіне құлақ асып, бүгін орындауға келіп отырмыз. Түркістан қаласында қақпа базары барлық Қазақстан облыстарына жеткізілу жағдайы қарастырылған. Қазір қақпалар түсіріп бағасын сұрап, олардың ұялы нөмірлерінде сіздерге паш ететін боламыз. Біздің арнаны алыстамаңыздар, және де тіркелмегендер болса тіркеліп біздің видеоға лайк басыңыздар. Біз жақсы контентті, жақсы видеоларды сіздерге ұсынатын боламыз. Және ұсыныстарыңыз болатын болса, комментарийға жазып қалдырыңыздар. Біз сіздердің ұсыныстарыңызды орындауға әрқашан дайынбыз. Біздің арнадан алыстамаңыздар. Келесі кездескенде сау саламатта болыңыздар. Достар, вороталар қатарына да келіп жетті. Қазір біртіндеп вороталардың түрлері мен вороталардың бағасын сіздерге айтып өтеміз. Оның жаңа қаңылтырдың қалыңдығы, калиткалардың өлшем бірлігін бәрін айтып, мінездеме беріп, бағасын айтып өтетін боламыз. Мына бір ворота бағасы қанша болды бұл? Бағасы 150 мың. Бағасы 150 мың теңге дейді. Ені 460, биіктігі 250. Ені 460, биіктігі 250, 250. Ортасы ворота таза, іште қырғы ашылады. Қайсысы ашылады? Мыналарды. Бірде 7 болады. Қалыңдығы шампурный лист, бірде 4 болады. Листі бірде 4 қой, Иә, бірде 4 болады. Калиткісінің ұзындығы? Калиткісі міні. Калиткісі мынау тұр екен, калиткісі. Калиткісі таза 90 ашылады. Общий ішсөлісімен 460, биіктігі 250 болады. 250 биікте, Құрылғымен 465 болады, таза барлығы. 150 келісім бағасы бар ма? Бар. Келісемізде 150 мың теңге дейді мына ворота. Сіздерде басқа облыстардың тапсырыс беріп жатыр ма? Бар. Бүкіл Қазақстанға доставка бар. Бүкіл Қазақстанға тапсырыс, бүкіл Қазақстаннан тапсырыс бере аласыздар. Осы калитканы жасап шығаратын ұстаханада ұялы телефоныңыз қанша? 747 8747 131 39 33 ұялы телефонына хабарлассаңыздар, бүкіл Қазақстан өңірлерінен тапсырыс қабылдаймыз дейді. Жеткізілуі әр облысқа әртүрлі ғой? Иә. Әр облыста әртүрлі. Осы ұялы телефонға хабарлассаңыздар, толық мәлімет ала аласыздар ворота жөнінде. Тағы да басқа да вороталарды көрейік, бағасын көрейік, танысайық. Келесі ворота. Бұл әлі толық бітпеген, бір жерлер боялады. Бұл бағыттан да биіктігі 250, ені 460. Бұл бағыттан бағасы 160 мың. Бұл да со жаңағы материалмен, бұл да штампурный лист, бірде 4 листпен жасалады. Бұның бағасының арзан қымбаты неге өлшенеді? Бұл материалына и фасонына байланысты. Материалына, жаңа көрінісіне байланысты. Материалның қалыңдығына ғой? Иә, қалыңдығы. Мысалы, бізге продажа стандартпен шығарамыз, 1.6-1.8 деген қыматтарынан да. Ал заказбен дойкыз арғай қыматпен істей береміз. Заказбен де оларды. Тапсырыспен. Келесі жасыл ворота. Бұның бағасы 170 мың. Бұның листі 1.5, ені 250, 460 болады. Стандарт болады, размерлері, продажалар. Бұның бағасы қандай? 160 мың болады. Бұл да 160 қой, Мына үлкен ворота тұр екен. Бұлардың өзі бағасы
қымбаттайды. Бұлар материалы. Дойка деп бет 1.8 шығады. Таза 1.8 қалың материалмен. Мына шеті 2.60, ортасы ал, ең төбесінде ойуымен 2.90-ға барады. Ені 4.60 стандарт. Бұның бағасы қанша отырған білсек? Бұның бағасы 370 дейміз, кесіп береміз. 370 мың. Келісеріміз бар. Негізі баға қалай? Темір қымбаттап жатыр, воротаның бағасы қалай отыр қазір? Темір қымбаттап келеді, соған қарай біз қосамыз. Мысалы. Негізі алдыңғы жылдан қарағанда, 2020-дан қарағанда қазір қымбаттады ол баға, иә? 30 мың қымбаттады. 30 мың теңге қосылды әр воротада. Иә. Келесі воротаны көрейік, көрермендер. Қазақша ойыншысы бар. Бұл ворота мына шеті 2.40, ортасы 2.70, бағасы 280 мың. 280 мың. Қазақша ою бар ғой. Ана оюларды қай жерден тапсырасыз? Өздеріңіз істейсіздер ме? Түркістанда осы плазма резімен шығарамыз өзіміз. Арнайы аппарат бар ғой шығаратын? Иә. Лазерный аппарат бар да? Лазерный аппарат. Бұның бағасы қанша дедіңіз? 280. 280. Ал мына бір ворота? Бұл ворота 380. Шеті 2.60, ортасы 2.90. Бағасы? 380. 380 мың теңге бағасы. Келісім бағасы бар. Ағайындар, осы көрген вороталар және де басқа да вороталарға тапсырыс беретін болсаңыздар, жаңа белгіленген нөмірге хабарлассаңыздар болады. Қазақстанның барлық түкпіріне жеткізілуімен. Иә, достар, Түркістан қаласында осындай қақпа базары бар, бізде жұмыс істейді. Барлық Қазақстанның түкпір-түкпіріне байланыс телефондарына хабарлассаңыздар жеткізілу шарасы қарастырылған. Содан кейін вороталарын шығарып, жанына өздерінің ат жөндері мен ұялы телефондарын жазып кеткен екен. Мен сіздерге соны көрсететін боламын. Мінекей келесі ворота Рамазан деп жазып кеткен екен. Ұялы телефоны 8747 543 94 95. Вороталар ұнаған болса, жаңағы нөмірге хабарлассаңыздар болады. Әр воротаның өзінің реттік орналасқан жері бар екен. Кезек-кезек сіздерге көрсететін боламын. Рамазанға хабарлассаңыздар, жаңа ұялы телефонға қоңырау соқсаңыздар, осы ворота түрлерінен ала аласыздар. Тағы да міне қазақша оюлы қақпа, темір қақпалар. Аттың суреті бар, көрінісі керемет. Мына бір ворота бар. Бұлардың иесі қақпаның төбесіне жазып кеткен бағаларын. Сол арқылы біле аласыздар. 8775 853 41 8771 695 96 95. Ұялы телефонына хабарлассаңыздар, осындай қақпа түрлеріне тапсырыс бере аласыздар ағайындар. Бағасын жазбаған, бағасы ұялы телефон арқылы білуге болады. Жаңағы айтылған ұялы телефонға хабарлассаңыздар, осы қақпа түрлеріне тапсырыс бере аласыздар. Тапсырыс барлық Қазақстан облыстарына жеткізілу мүмкіндіктері қарастырылған. Міне тағы бір вороталар боялу үстінде. Жасыл ворота. Калиткасымен. Ені қанша ені? 4.6. Ені 4.6, ұзындығы? 2.20 дейсіз қой. Биіктігі 2.20. Қаңылтырының қалыңдығы қандай? 1.5 дейді. Негізі басқа да вороталар тапсырыс қабылдайсыз қой. Ұялы телефоныңыз?
871 695 695 96 95 ұялы телефонда хабарлассаңыздар, осы воротаның бағасы жөнінде мәлімет ала аласыздар. Тағы бір келесі ворота, ұялы телефон, жаңа айтып өткен ұялы телефон, бағасы телефон, байланыс телефоны бойынша, бағасы жаңа ұялы телефон бойынша саудасы бар дейді, сол телефонға хабарласып, саудаласа аласыздар. Я достар, бұл қақпа базарында, базардың ішінде осындай қақпаны жасап жатқаннан кейін дыбыс жағынан бір қателіктер болса кешірім сұраймыз. Болгаркамен жұмыс жасап жатыр адамдар. Сондықтан шум болғандықтан даусым анық естілмеуі мүмкін. Мына бір воротаны қойып кеткен екен. Иесі Жанатбек дейді. Ұялы телефоны 8775 148 09 26. Ұялы телефонына хабарлассаңыздар, осы воротаны саудаласа аласыздар. Тағы бір қақпа, темір қақпа. Бақгүл 877 830 7606. Ұялы телефонына хабарласасыздар. Осы қақпа туралы мәлімет аласыздар. Бағасы жазылмаған ағайындар. Иелері жоқ, базар ішіне тастаған ұсталары бар. Бағасын ұялы телефон арқылы білуге болады. Дегенмен Түркістан қаласындағы қақпа, темір қақпалар тек Түркістан қаласына емес, барлық облыстарға жеткізілу жағдайда қарастырылған. Келесі вороталар. Бұның бағасы 140, общий ені 460, түскен жері 230, ортасы 250 болады. 250. Материалы жаңағыдай 1/4. Материал 1/4. Жыл 12 Қазақстан түкір-түкіріне жере береміз. Бағасын қайталап жүріңіз, бағасы 140. Бағасы 140 дейді. Тағы бір воротаға келдік. Қазір бағасын сұраймыз. Ұзындығы, биіктігі қанша? 3 метр ана шеті, ортасы 3 метр, түскен жері 250, бұның бағасы 350 болады. Өткен бұның бәрі плазма резинмен кесіледі. Стойкілері де бәрі ой өрнектелген ворота ғой. 350 мың теңге, я? Қалың материалмен жасалады. 1/8 жігін, листі, қара лист. 1/8. Краскасымен ғой? Краска бәрі. Кез келген бояудың түсіне сіздер істеп бере аласыздар. Қалай заказ келеді, солай істеп береміз. Кез келген воротаның суретін жерсе, сол уақытта жасай береміз. Сіздерде бар ғой негізі, анандай меню сияқты? Каталог бар. Каталог бар ғой? Каталог бар екен, каталогтан таңдайсыздар. Сіздерге қалаған, көңілдеріңізге ұнаған темір қақпасын бұл кісілер жасап береді. Тағы келесі қақпаны көрейік, бағаларын. Мынау бар бір ғой, бірақ екеуі просто төбесі ашық болады. Жаңағы ворота сияқты, соған ұқсас, тек оның ерекшелігі төбесіндегі ашық. Төбесі ашық. Төбесі ашық екен. Тағы басқа вороталар көрейік. Мына бір ворота. Биіктігі жаңағы воротадан бұл биіктігі шеті 2/40 болады, ортасы 2/80 болады. 2/80. Бұның бағасы қанша? Бұның бағасы 280. 280 мың. Көрдіңіздер, құрметті көрермендер, әр темір қақпаның өзінің бағасына лайықты материалдарда соған қарап жасалынады. Кейбір қақпалар сіздердің тапсырыстарыңызға қарай бағасы да біз көрсеткен бағадан өсуі де мүмкін. Тағы бір ворота қақпа. Бұл ворота шеті 2/40, ортасы 2/70, ені 14/60 болады. Бұл ворота материалы 1/5 листен жасалады, бағасы 200 мың.
Бағасы 200 мың. Бағасы 200 мың теңге дейді. Келесі воротаны көреміз. Келесі ворота ой өрнекпен жасалынған 500 мың теңге дейді бағасы. Көрінісі де ақшасына лайықты болып тұр ағайындар. Көрінісі де алыстан түсіре алмай жатырмыз, өйткені вороталар бір-біріне тақап қойған. Барынша сіздерге көрсетуге тырысамыз бұл воротаны. 500 мың теңге дейді бағасын. Қазір иесінен сұраймыз. Темір қақпалардың ең қымбат бағасы қанша тұратын? Сіздерге тапсырыс берген бағалар ең қымбат темір қақпа қанша теңге тұрады? 2 миллионға дейін барған. Жалпы жазың күні сезондардың кезінде 700-800 мың бағытталған шарттамыз. 700-800 мың, жалпы 2 миллионға дейін темір қақпалар бар екен, тапсырыс бере аласыздар. Қазақстанның кез келген облысына түкпіріне жеткізілу жағдайда қарастырылған ағайындар. Міне ағайындар, мына көріп тұрған қақпада өзінің реңін, өңін беріп тұр. Ол да бір өзінің дизайніне байланысты жасалынған, бірақ бағасы, бұның бағасы қанша? 380 мың теңге келісім бағасы бар. Бұл қақпаға қызыққан адамдар болатын болса, мына бір ұялы телефонға хабарласуларыңызға болады. Төбесіне жазылған Эльмира деген әпкеміз. Ұялы телефоны 877 598 9824 ұялы телефонына хабарлассаңыздар, осы бір көріп тұрған қақпаға тапсырыс бере аласыздар.